Қайдан телефон мен талай шаруаны шешкен телефон ғой бұл. Но натуре бірақ, душаға сақтап жүрмей, үндемей, конкретно сразу шешіп тастау керек қой. Сорып қалмаңдар дейді. Бала өспей ма, көкірек теспей ма? Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Алло. Салам алейкум. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсың? Салам алейкум, бауырым. Ассалаумағалейкум, братан, қалайсың? Чё там, родной, кеше шығып кеттің ғой, ебаны. Не кетіп қалдым? Братан, больницаға бару керек деп барды ғой мен. Сосын сен КС-та отырсың ғой, еба дальше кірген жоқсың ғой қайттан. Астанаға бардым, глазвер отқасын. Глазвер сен кеткеннен кейін кіре тұрды ғой? Жоқ, КС-қа шақырып, жүрсе телефон сосын кіріп. Жеге мен келдім больницадан. Кірейін ба или КС ойнай берейін ба деп кету жоқ па не, бір көрініп кету? Просто так шығып кете салдың ғой, родной. Сондай ситуация болып қалды, андай байқалмай ма соңғы кезде? Көп болып атқан сияқты сондай ситуация, енді дәл сол моментте сондай сообщение келді, сосын бля вообще көтін істеп кетті. Жыным өтіп кетті өзіме. Бұрын отыра беретін ғой деймін да, бұрын кәдімгідей смело отыра беретін ғой. Бұл PUBG ойнайтын. Сен бірдеңе демейсің ба? Шындай бада атақ мен Мадикке мысалы ешкімде андай ренжеттім деген жоқпын. Жоқ, сен шығып кеттің. Сосын біз саған, мен айттым, аммонияны шақырындар. Ол сені құрдас айтты, ол больницаға кететкен. Мен хорошо дедім, больницадан келгеннен кейін кірет шығар онда. Сен сөйтсен, наху, блядь, КС ойнап отырсың дальше, үндемей өзің. Кетіп қатып кеттім бәрін. Ойындап білсек көрсеттім. Топ отыр ойнады, Брауыз кіріп айтып кетсең болады ғой енді, братан, бля, біз осылай анасың, ренжімейін деп. Сен алдында өзің шығып кеткен ничо, еба, біз шығарып жібердің ғой сессиядан, біз ойнап атырдық қой. Сол, еба, сол ойыннан кейін ер айтады, сондай ол бә шешесің. Бля, ера екеуіңше соңғы кезде, мен саған айтайын бірдеңе. Екеуің кәдімгідей андай өзгеріп жүрсіңдер. Андай бүйтіп пиздес, душа йоп, андай ренжіп қалып, андай бірдеңелер, андай қалай айтсам болады, пиздес бір түрлі болып жүрсіңдер ғой, короче, екеуіңше. Салам алейкум, Ера. Алейкум салам, братан, қайсыңдар, ассалам алейкум. Ера, алейкум салам. Ассалам, қалай әнім, амансың ба? Спрос, короче, сендерде. Ляп, аман есен, потихоньку, ничего, нормально все. Кеше не ол, Ера, кәдім, мінезін көрсетіп атсың ғой? Мінез көрсеткен братан, жан кеткен. Соңғы кездер жана беретін бопсыңдар, екеуің? Жүн шығайын дедің ма, жеге? Үйтіп жана бермеймін ғой, братан. Үйтіп жана бермеймін ғой деп не? Жану керек па не сонда не? Ол атмаск емес қой, Ера, ол оправдание емес қой, үйтіп жана бермеймін ғой деген. Күлтсайтында емес қой негізі ол, күлкілі нәрсе айтып отырық па не, біз кәдімгі? Былай, жалпы негізі соғып сөйлесіп жатыр енді. Оны сақтап қалмай конкретно. Мен мысалы Ера саған ештеңе айтпаймын, құрдастың өзі айтады, неге өткен сен қолында өскен, алақанында өскен бір очкасысың ғой. Мен мысалы аммонияға айта аламын. Ол аммония білет өзі наху. Оны айтпай ақта наху. Как, чё наху, с кем наху, когда на. Все знает он наху. Қатты жана бермеңдер олай, інілерім. Туш дейміз. Өші жанбайды дедім, сондай не болып қалды? Мамет болып қалды, соңайында. Қатты ауырып түсіп қалған соңайында. Бәріне шығып кеттім топы. Игровой момент, қочи. Игровой момент. Қалай сендерді жандырдық, наху, дәл солай туш деп тастаймыз жігіттер.
ішкен құдығыңа түкірме дейді. Инемен құдық қазғандай дейді жігіттер. Шамалы. Жинаған үйтіп абыройларыңды айрандай төкпеңдер жігіттер. Қасықтап жинаған абыройларыңды шелектеп төгіп салатсыңдар ғой. Бір күн сол шелектеп абыройға зар болып қалмаңдар сосын жігіттер. Шығып кеткен андай дискордтан бір күні кіре алмай қалма, Амония. Дискордқа қарай доступ болмай қалмасын бір күні, Амония. Ерасыл. Ауратан. Репост баспай қалып жүреміз ғой сосын видеоларыңа. Отырасың ғой сосын, Ерасыл. Екеуің компьютерный клубтан стримит етіп отырасың. Жалбырап. Промокод Амония 21 деп отқан ұнай ма сендерге? Полный посадка деп отырасың ғой ерте, Амония. Мына нәрсені көңілге қалдыра салатын ек, сосын құрдас айтты. Еба шешіп тастайық, звондайық конкретно, бетіне айтып тастайық нахуй. Шешені. Ондай душайып ұстастап жүретін адамдар емеспіз ғой дедік нахуй. Оны анякқа апарып нахуй, бір-екі апта, бір ай нахуй ішімізде сақтап, ондай бір... Бір күні жанып кетіп, бір күні жанып кетіп, бәрін айтып тастап, ондай болғанша лучше қазірден бастап жібіте берген жақсы да, бүйтіп айтып звондап. Оны бүйтіп няқтан ренжігеннен көрі. Сол үшін телефонды қосып звондап екеуіңе түсіндіріп жіберіп атқанымыз ғой жаңа. Ола брада. Атак білесіңдер ғой, артық әңгіме жоқ қой нахуй. Лишний бір сізген үйдің шаруасын жасатып атқан жоқпыз ғой. Міндет емес ғой жігіттер, ойнағандарың бар ғой. Міндет емес бар ғой еркек. Чуть-чуть глаза шире открыть, оглянитесь, пацаны. Сосын өздерің түсінесіңдер, ол нәрсені білесіңдер өздеріңнен. Конкретно, натуре. Жан-жақтарыңа қараңдар жігіттер, кішкене былай-былай. Розбе очкилерін шешіңдер шамал. Шешіп тастаңдар, екеуің сәл жүн өсіп қалайын деген сияқты көкіректеріңе. Алып тастаңдар, жүнді жұлып тастаңдар. Көздерің тек мына өздеріңнің айналаларыңды көріп атқан шығар, тек ашыңдар көздерің жоғарыға бүйтіп айналаға қара, артқа қараңдар, төменже аст тізеңнің тұсына қара. Көресің сол кезде. Будкаға кім нан лақтыратын еді, соны ұмытпаңдар жігіттер. Болды братан. Ешқандай емі жоқ сендерге тымдай. Құда мыңжылдық конкретно жігіттер. Ас атасы нан ебайтна. Еба, Ерасыл, сен кәдімгі ответ беретін болғансың ба не? Ответка. Ответка лақтыртты ғой, ответка. Еба, Ерасылға натуре кірмеген болып тұр ғой мені, әңгімен бәрі екінші құлақтан шықып кеткен болып тұр ғой Ерасыл. Деді братан, онда емес. Все, онда жігіттер, короче, забейте, кешегідей нәрсені қайтамын. Кешегідей нәрсені ойын кезінде өйтіп ренжіп бір-бірімізге бутин балдар ұқсап нахуй. Қалай ондай мінез көрсетіп керек емес. Амония сенікі де қате болды алдында соғам дедім де құрсыныш деп едім. Құрдасқа айтқанына қалай қотақпас деп. Оны шешіп жатқан. Шешіп жатқандар ма? Болды. Мазирут етіп жатсаңдар болды онда. Қозламай қойын. Болды. Мен терапит етпей қойын. Не қыласың? Жүте әңгіме болып кеткен. Мына жеріне отырмын. Әңгімені жұттыңдар ғой жігіттер. Түсіндіңдер ғой, сен қортып алдыңдар ғой, андай ойламаңдар, бір найыз беріп жатыр, соғып алып, бір андай понятие жевать етіп жатыр де. Ондай нәрсе емес, аттак пояснение беретін жастан кеттік, сендер де пояснение алатын жастан кетіп қалдыңдар. Құтақандай 17-18-дегі бала емессіңдер, 20-20-дан асқан баласыңдар. Каждый свое мнение деген